Действительно, ақша табатын стратегиядан ақша тапқыларыңыз келсе, онда біздің сабақтарды рет-ретімен қарап шығыңыздар. Ары кетсе 2-ақ күн уақыттарыңыз алады. Біздің сабақтарды рет-ретімен қарап шығу үшін видеоның астында менің каналым тұр. Сол каналым үстінен бассаңыздар, плейлист деп шығады, немесе ойнату тізімдері деп тұрады. Соның үстінен басқаннан кейін сіздер сабақтарды рет-ретімен көріп шыға аласыздар. Егер де сіздерге қандай да бір нәрсе түсініксіз болса, кері байланыс қажет болып жатса, онда менің cryptoplus.ulaskan атты инстаграм парақшама тіркеліп алыңыз, және сол жақтан кері байланыс алсаңыздар болады. Сізге сәттілік, сабақты бастаңыз. Бұл сабақта мен сіздерге шортқа қалай есептейміз, соны көрсететін боламын. Қараңыздар, міне тура сондай, жаңағыдай 95 мың, яғни 95 мыңнан төмен кетсе бұл пайда болғандықтан ликвидация не істейді, жоғары жағында жүреді. Тура жаңағыдай бірінші страховкадан, бірінші страховканы жасау үшін не істейміз? 98 мыңнан минус 10 деген санды алып тастаймыз. Яғни біздің мақсат не істемеу керек? Ликвидацияны болдырмау керек. Ол деген не деген сөз? 98 мыңға біз жеткізбеуіміз керек, жеткізбей жатып біз страховканы қоюымыз керек. Минус 10 деген санды алып тастаймыз, сол кезде 97.990 деп шығып тұр. Дәл осылай біз бірінші страховканы апарып не істейміз? Қоя саламыз, И тура солай қайтадан цена входадан цена ликвидацияны бір-бірінен алып тастаймыз. Шыққан санды 2-ке бөлеміз, сол кезде то же самое 1000 деп шығып тұр, Сіздерде менің жағдайымда жалпы 1000 деп шығып тұр. Сіздерде қанша деп шығады? Тура соны қолданасыздар. Мен жалпы түсінікті болу үшін 0-0 қылып есептеген болатынмын. Енді екінші страховканы жасау үшін тура жаңағыдай бірінші страховкаға плюс 1000 деген санды қосасыздар. Ал лонг жақты сіздер алып тастап жүретіңіздер ғой. Бұл жақта наоборот не істейсіздер, жоғары жаққа 1000 деп қосасыздар. Өйткені ликвидация не істейді, каждый страховка ашылған сайын жоғарға кетіп отырады. Сондықтан біз бұл жерде 1000 дегенді қосамыз и минус 10 деген санды алып отырамыз. Сол жеткілікті бізге. Сол кезде бізде 99480 деп шығады. Яғни бұл біздің екінші страховкамыз. Қайталап бағанағыдай көрсетіп жіберейін. Мысалға, міне бірінші страховка, 97 минус 10-ды алып тастадық, 97.990 деп шықты. Енді екінші страховканы жасау үшін осы бірінші страховкадан алып қосамыз 1000-ды и минус 10 аламыз. Бізде екінші страховка шығады 99480 деп, Одан біз қосамыз оған 1000-ды и минус алып тастаған кезде бізде 100 мың болып шықты жалпы, Ол үшінші страховкаға тоже қосамыз 1000-ды, минус 10 аламыз, сөйтіп бізде төртінші страховка шығады екен. Дәл осылай схеманы тым өзгермейді. Былай шыққанда бір схемада дәл осыны сіздер қайталап отыра беру арқылы сіздер не істейсіздер, жасай береді екенсіздер. Міне мына жерде де қайталап көрсетіп қойғам. Міне $2000 бастасаңыздар, енді қанша сумамен бастайсыздар, тура сол суманы бірінші страховкаға қоясыздар. Екінші страховкада уже 2 есе көбейтесіздер. Екінші страховкадағы ақшаны үшінші страховкаға тоже 2 есе, 4000 болса 8000, 8000 болса 16000, 16000 болса 32000 деген сияқты. Дәл осылай 2 есе көбейтіп кете береді екенсіздер. Жалпы шортта осылай есептелінеді екен. Түсінікті ғой, жалпы осыны егер түсінбесеңіздер, қайталап тоже көрсеңіздер болады. Шортпен есептеу дегеніміз осы. Жақсы сау болыңыздар. Келесі сабақта расстояниені көрсететін боламын.